Алтын жұмыртқа. Баяғы заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың шұбар ала тауығы болған екен. Бір күні тауық өзі қатты, өзі тәтті жұмыртқа тауып әкепті. Шал жұмыртқаны әрлі-берлі ұрып жара алмапты. Кемпір ұрып жара алмапты. Тышқан құйрығымен түртіп қалған кезде жұмыртқа бірден жарылып қалыпты. Мұны көрген шал да жылапты, кемпір де жылапты. Тауық қыт-қыт қақпас сықырлапты. Жаңқалар желмен ұшыпты. Үйдің төбесі құлап кеткен ұқсайды. Осы кезде өзінен су әкелмек боп бара жатқан қыздар бұларды көріп құстарына келеді. «Не болды? Неге зар еңіреп отырсыздар?» деп сұрапты. Қыздар: «Біз жыламағанда кім жылайды?» деп боздапты кемпір. «Шұбар ала тауығымыз өзі тәтті, өзі қатты жұмыртқаны тауып әкеп берген еді. Ол жұмыртқаны шал ұрып көріп еді, жарылмады. Мен ұрып көріп едім, жарылмады. Тышқан құйрығымен түртіп қалып еді, сол бойда жарылып қалды». Мұны естіген қыздар қапаланып, ұрғанда шелектері жерге түсіп кетеді, инашақтары сынып үйлеріне қос қайтады. Үйіне келген бойдақ қыздар шешесіне жүгіріп барып: «Анашым, сіз ештеңе де білмейсіз, бәрін бейхабарсыз. Бұл дүниеде неше түрлі сұмдық болып жатыр. Атай мен әжейдің шұбар ала тауығы өзі қатты, өзі тәтті жұмыртқа тауып әкелген екен. Ол жұмыртқаны атай қайта-қайта ұрып жара алмапты. Әжей қайта-қайта ұрып жара алмапты. Тышқан құйрығымен түртіп қалса, жұмыртқа сол бойда жарылып қалыпты. Сол себепті шал да жылапты, кемпір де жылапты. Тауық қыт-қыттап, қақпақ сықырлапты. Жаңқалар желмен ұшыпты. Үйдің төбесі құлап кеткенге ұқсапты. Біз де шелектерімізді жерге түсіріп, инағаштарымызды сындырып алдық». Мұны естіген әйел зар илеп жылайды, көзіне жас бұлақтайды. Қырсық шалғанда табағы жерге құлап түсіп, илеп қойған қамыры былғанып қалады. Осы кезде қолтығына кітабын қысып қыздардың әкесі поп үйге кіріп келеді. Әйелінің қыздарының түрін көріп таң қалады. Сонда әйелі оған: «Әй, пірадар, сен ештеңе білмейсің, ештеңеден хабарың жоқ. Бұл дүниеде неше түрлі сұмдық болып жатыр. Шал мен кемпірдің шұбар ала тауығы өзі қатты, өзі тәтті жұмыртқаны тауып әкеліп. Жұмыртқаны шал қайта-қайта ұрып жара алмапты. Кемпір қайта-қайта ұрып жара алмапты. Тышқан құйрығымен түртіп қала, жұмыртқа сол бойы жарылып қалыпты. Сол себепті шал да жылапты, кемпір де жылапты. Тауық қыт-қыттап, қақпас сырқылдап, жаңғалар желмен ұшыпты. Үйдің төбесі құлап кеткенге ұқсапты. Қыздарымыз шелектерін жерге түсіріп алып, инашақтарын сындырып алыпты. Қырсық алғанда менің де табағым жерге құлап түсіп, илеп қойған қамырым былғанып қалды» депті. Мұны естіген поп қайғырып қолындағы кітабын умаждап быт-шытын шығарып жыртып тастапты.